төсек тартып, мүгедек қылып, сал қылып, ауыр болып жатқан, қаншама адамның ажал құшып бұл өмірден өтіп кетуіне себеп болып жатқан бүгінгі 20 ғасырдың дерті сиқыр дуа жайлы сіздерге айтып бергім келіп отыр. Көп адамдар сұрақ туындайды, сиқыр дуа бар ма екен, жоқ па екен, қалай білуге болады екендігін. Енді Құранда көріп келдік, харам болсаң ондайға баруға болмайтынын білесіздер. Сондықтан сиқыр дуаның бірнеше белгісін айтқым келіп отыр. Егер белгілі бір адамға сиқыр дуа істелінген болса, ең бірінші белгісі ол адамның жүрегінде үрей, қорқыныш болады. Үйде отырып бір бала-шаға тірлік, бір іс, жұмыс, тірлік бастайын десе де үрей, қорқыныш, үйде жалғыз қалса біреу жүрген сияқты, желкесінде біреу дем алып тұрған сияқты бір бітпейтін үрей, қорқыныш, тынышсыздық болады. Ол сиқыр дуа бар екенін бірінші белгісі. Екінші белгісі ұйқыдан маза кетеді, жөнді ұйықтай алмайды. Ұйықтағанның өзінде ылғи бір қалаймақан жаман түстер, көбінде өлген адамдар жиі көреді. Үшінші белгісі, бұрын ол адам көркем мінезді, жұмсақ мінезді адам болған болса, ол мінезі өзгереді. Ол адам ашушаң болып, нервный болып, әке-шешесінен бастап бүкіл ағайын туған бауырларын ешқайсының айтқанына көнбейтін, сөзін тыңдамайтын, көбінде ерлі-зайыптылар жиі ұрсатын болады. Ол өзінен басқа өзгені ешкімді тыңдамайтын, жүйке жұқарып, нервный болып, ашушаң болып кетеді. Бұл үшінші белгісі. Төртінші белгісі, туысқан туғандар жиналған жерге барғысы келмейді. Көп ешкімді көргісі келмейді. Ондай жерден қашқақтайды. Үйде жатып, телевизор көріп жатса да, телефонға звонок келсе, звоноктың көзін көтермейді. Даусын басып қояды. Ешкім даусын естігісі келмейді. Бара-бара көз көрмейтін, құлақ естімейтін, ешкім танымайтын, телефон связь ұстамайтын айдалаға көшіп өткісі келеді. Ақырындап адам қиялай бола бастайды. Бесінші белгісі, көздің жанары кетеді. Бір 20-30-дағы жап-жас балалар келеді. Көздің жанары 90-нан асып бір 100-ге таяп қалған үлкен бір кісілердің көзі сияқты. Көздің жанары мүлде кетеді. Көздің жанары өшеді. Көзде бір өмірге деген құлшыныстың нышаны өшеді. Ол көз денсаулықтың айнасы деген көзден де бірден білуге болады. Алтыншы белгісі, бұл енді ең соңында әлгі адам шаршаған соншалық, бұл аурудан айықпайтындай, жаңа тіл көз сиқыр дуа деген дерттен айықпайтындай, содан кейін бір тұңғиық төбеден құдыққа түсіп кетіп, сол тығырықтан шығатын жол жоқ сияқты көрінеді. Ең соңында күдері үзіліп, өз-өзіне қол жұмсап, суицидқа апарады.